Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін Сақтағанбаев атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында өлкетану әдебиеттері бөлімінде тартымды да қызықты сұхбат өтуде. Биыл 2021 жылы Ақтөбе өңірінде ақын, аудармашы, халықаралық пен клубының мүшесі Амантай Шамилұлы Утегеевтің шығармалары насихатталады. Бүгінгі біздің қонағымыз Қазақстан Республикасының мәдениетінің қайраткері, біздің өлкеміздің танымал азаматы, ақын, өнертанушы, Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесі Нұрлыбек Амандәулетұлы аға қатысып отыр. Аға, биыл жылдың басынан бастап өлке болып, біз Амантай Шамилұлының шығармаларын насихаттаудамыз. Сізге бірінші сұрағымыз, Амантай Шамилұлымен қай жерде, қашан кездестіңіз? Рахмет. Мен Амантай Утегеновті бұрыннан білетінбіз. Қалай басында қалай кездескенімізді, сәлеміміз дұрыс, амандасамыз, көрген жерде сөйлесіп қаламыз. Сосын біздің бастап таныстығымыз ең бірінші біз осы Орынборға Абайдың 150 жылдығын өткізуге осында бір топ делегация барды. Сонда барғанда Амантай бізге екеуміз жақсы қатар отырып қалдық та содан сырластық. Енді мынай ғой, ол орыс тілді ақын, мен қазақша жазамын, екеуміздің арамызда былай көп байланыс жоқ сияқты. Сол сапар бізді жақсы достастырды. Сол сапардан кейін бір-бірімізді іздеп тұратын болдық, бір-бірімізбен байланысып осылай кеттік. Кездескен жерде әдебиет тақырыбына, поэзия тақырыбына әңгімелерді бөлісетінбіз. Сосын оның мен байқайтын, оны көп оқиды, сосын өте интеллектуал адам, көп біледі. Және енді шетел әдебиетінің өкілдерін, орыс әдебиетінің өкілдерін жатқа соққанда тек тыңдай бергім келеді. Және оларды көп білемін деп көп айта бермейді. Ең дәмдісін, ең нәрлісін алдыңа келіп қойғанда Амантай кәдімгі шын мәнінде бізге маған ұстаз сияқты болып көрінеді. Міне осылай басталып кетті біздің достығымыз. Керемет, тамаша. Нұрлыбек аға, сіз Қазақстан Республикасының журналистер одағының мүшесісіз. Амантай Шамилұлын біз журналист ретінде білеміз. Сіздің есіңізде ме, қай мақаласы өзекті тақырып көтеріп, сол мақаладан кейін сол іс-әрекеттері оң шешім табылған? Сондай бір ойыңызда, есіңізде қалды ма? Есімде бар. Амантай егемен Қазақстанға қазақ тілінде өзінің үлкен толғауын жазды. Сол уақыттарда. Ол толғау жазғанда ол кезде Қазақстан Республикасының өзі әлі егемендігін жариялағанменен ақша да жоқ, жалақы да жоқ, халық не істерін білмей есеңгіреп қалған уақыт. Сол кезде Амантай осы Қазақстанның болашағы туралы, Қазақстан туралы, қазақтың тектігі туралы үлкен көлемді егемен Қазақстанға толғауын жазды. Ананы оқыған кезде біраз адам ес жинады. Біздің жолымыз бұлай екен ғой. Мынадай қазіргі жалақының жоқтығы, жұмыстың жоқтығы, басқа жағдайлар бұл басымыздан өтуге тиісті нәрсе екен ғой. Біз мына социалистік қоғамнан мына формацияға өткен кезде тек күрпете қалатындай, аузымыздан ақмай ағатындай болмайды екен ғой деген есін кіргізді. Содан бастап кейбір ақсақалдар Амантайдың ойын алып, идеясын алып, өздері де әр жерде сұхбат беріп, әр жерде жиындарда сөйлеп алып жүрді. Екіншіден, Амантай мына журналист болып жүрген кездегі тағы бір несі осы бағытта, соның ішінде әдеби бағытта Алтын Орда газетіне үлкен бір мақала жазды. Сол кезде сол мақаласына үлкен серпіліс туды ақындар арасында. Себебі біз мына партиялық әлгі социалистік реализм бағытына қалыптасып қалған адамдар енді әлін табылмай жүргенде біраз адамдар Амантайға қолдау білдіріп, сол мақаласына не жасап, пікірлер жасап, үлкен бір резонанс туғызды. Осы екі мақаласын жоғары бағалаймын, себебі ол үлкен кәдімгі бетбұрыс жасады, оятып жіберді сол кездегі халықтық журналистика саласы. Сол жылдары Идош Асқар Ақтөбенский вестник газетінің бас редакторы қызметін атқарған кезде бетеп өзінің сырымен бөліскен болатын. Амантай біздің Ақтөбе газетіне қазақ иісін әкелді деп. Сол себептен онда мойындауға болады. Мойындаймыз. Нұрлыбек аға, Амантай Шамилұлы біздің Ақтөбе облысының ақын жазушылар одағының басшысы қызметін атқарды біраз жылдар. Сол атқарған жылдары ақындарға, жазушыларға қандай өз тарапынан көмегі тиді? Ол жалақы, күнделікті тіршілік қой.
кітап шығу, баспа. Осы руханият жөнінде Амантай осы Қазақстан Жазушылар Одағының Ақтөбе филиалының директоры қызметін атқарды. Сол кезде ол рухани тұрғыда көп жәрдем берді. Оны мен кәдімгі былай мойындап және дәлелдеп айта аламын. Ол өзі қатарлас жүрген үзеңгілес жолдастардың барын, Мұхтар ағамыздан бастап, Ертай бар, Бауыржан бар, осындай азаматтарға дем беруші болды. Кәдімгі дем беріп жүріп, бірге бас қосып, қатар жүріп, үзеңгілес жүріп, олардың өлеңдерін жаңағы орыс тіліне аударды. Орыс тіліне аударып, мына орыс тілді оқырмандарға танытты. Және Амантайдың аудармасында бір ерекше қасиет бар. Ол Амантай сол ана негізгі ақынның қазақ тілінде берген ойын орыс тілінде құнын түсірмей, көркемдігін түсірмей, солай беруге өзі бірден бір жаңағы өз талабы да сол болатын, өзіне қоятын талабы да. Ана көркемдігін жоғалтқан жоқ. Негізгі ойларды сол күйінде әлем етіп бере алды. Біз Амантай Шамилұлының Абай, былтыр бүкіл әлем болып Абайдың мерейтойын атап өттік. Ал Амантай Шамилұлының Абай Құнанбайұлының шығармаларын насихаттау барысында үлесі? Амантай мына қазақ ақын жазушыларын орыс тіліне аударуда өте көп еңбек сіңірген адам. Қазақтың үлкен тұлғаларын Тахауи ағамыздан бастап, Әбіш ағаларымыздан бастап, ол қазақ тіліне аударды, қазақша сөйлетті. Әбдіжәміл Нұрпейісов үйінде жатып тұрып, осы бүкіл еңбектерін қазақша аударды. Ал енді Абайға аудару келгенде Амантайдың несі мүлдем бөлек. Себебі Абайды аудармаған аудармашылар, тәржімашылар жоқ. Бірақ Амантайдың аударуында бөлек нәрсе бар. Амантай ең түп нұсқаға жақындаған Амантай. Басқа да аудармашылар бар, оқығанда менің көңілім қалып қояды. Басқа осы аударғанда себебі ол былай деп келеді. Мысалға, қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман, енді өмірдің қызығы қалған жоқ дегендей қылып аударады. Шындығында олай емес. Амантайға қарасаң, орда аударды, бірақ ол үміттін үзбейді. Жаңа болашақта жастардың өмірдің жалғаса беретіндігін, өмірдің ақ пен қара болатындығын алып келіп, ана Абай атаның ойын көркемдікпенен береді. Ерекше бір айтатын, сегіз аяқ. Абайдың сегіз аяқ өлеңін Амантайдай аударған ешкім жоқ. Абайдың сегіз аяғы өлеңін ән қылып қазір айта береді. Мысалы, дәстүрлі әншілер айта береді. Ал Амантайдың сегіз аяғын орысша, онда дәл сол күйінде айта беруге болады. Бір буыннан артық жоқ, бір сөзден артық жоқ, керемет аударылған бір классикалық түрдегі үлкен бір кәдімгі түпнұсқаға ең жақын келгенші деп айтар едім. Сондықтан да Амантай Қазақстандағы үздік аудармашылардың бірі деп мен қай кезде де, қай уақытта да, қай жерде де айта аламын. Рахмет аға. Жылдың басынан бастап Ақтөбе облысындағы орталықтандырылған кітапхана жүйесінде біздің кітапхана қызметкерлері ауқымды жұмыс өткізіп жатыр. Мақсатымыз жас оқырмандарды Амантай Шамилұлының өлеңдерімен таныстыру. Ал ақын ретінде ерекшелігі Амантай Шамилұлының өлең жазғанда, басқа ақындарға салыстырмалы кезінде ерекшелігі неде болады? Амантайдың өзінің бір тосын пікірлері бар. Бір аппақ адам болатын, аппақ ақындығы қандай, өлеңінде де солай, өмірде де солай. Ол былай дейді, біз былай ойлаймыз. Мысалға, соның біреуімен. Біз шығармашылыққа құлмыз. Құл болып еңбек етеміз деп ойлаймыз. Мысалға, өлеңге, поэзияға деп. Амантай айтады, жоқ, мен құл болмаймын, мен патша боламын дейді. Себебі мен оған сол жаңағы поэзияға мен мықтылармен, ұлылармен таласып жазуға тиіспін. Ол менің міндетім дейді. Ол сол көзқарас тұрғысынан қарайды, сол көзқарас тұрғысынан өлеңді жазады. Ол және мына ақын есебінде орысша өлең жазғанменен сонда қазақы бір бойында не бар, көріністер бар. Қазақы бір ойлар бар. Қазақы бір керемет қазақтың түйіп сөйлейтін шешендіктері осы Амантайдың орысша жазған өлеңдерінде кездесіп отырады. Осы нәрсе Амантайдың өлеңін оқуға адамды шақырады, оқуға жетелеп отырады. Амантайдағы мен байқайтын ақындық, мына орыс тілінде жазатын қазақ ақындары да көп қой. Дегенмен де Амантайда осы қазақ қалып, қазақ болмыс, қазақ мінезді ұстаған үшін мен Амантайдың өлеңдерін ерекше бағалаймын. Нұрлыбек аға, біздің жаңағы Ақтөбе полиграфия жауапкершілігі мынандай тарикат жинағын шығарған болатын Амантай Өтегеновтың. Және тағы да біздің жергілікті ақындардың
өлеңдерін жинақтар шыққан болатын. Осы тарикаттың ішінде бірнеше өлеңдері сіз мемлекеттік тілге аударыпсыз. Осы әңгімеңізбен бөліссеңіз. Мұнда бұл тарикатты мен аударамын деп міндеттеніп сол үшін оқығаным жоқ. Амантай маған осы кітабын сыйлады. Құдай енді кітапша ғой енді. Оқыды, бұрында өлеңдерін оқып жүрмін, бұрында аударып жүрмін өлеңдерін. Осында бірнеше өлеңдері маған мықтап ұнады. Және Амантайда бір оқыс бір нелері бар. Тосын, поворот дейміз ғой, тосын ойлары бар. Тосын оқыс ойлары бар. Соны оқып отырдым да, кейбіреуін қайта оқыдым. Сөйтіп отырғанда, ойыма өлең қалса, мына неге қазақша аудармаймыз? Себебі Амантайдың қазақы мінезі қазақта білу керек қой деген ой келді де, осындағы бірнеше өлеңдерін мен орыс тіліне аудардым. Бірақ Амантайға айтқан жоқпын. Екеуміз бір-бірімізге істі бітіріп алып айтатынбыз. Сосын звонда телефон соқтым. Телефон шалып едім, Амантай өзі сол кезде де бір сырқаттаныңқырап жүр. Көңілсіздеу екен. Сосын бірақ айтты, сосын мен мына өлеңдерді айттым, мына өлеңді оқыдым деп. Соның ішінде оған ұнағаны Биші қыз деген өлең. Биші қыз деген өлеңді оқыды да, мынаны керемет аудардың ғой деді. Бірақ жеке өзіме қалғанда мен мына құмсағат песочный жасаймын. Осыны аудардым. Себебі мынадай өлең жазу, қазақтың өлеңі силлабикалы өлең, бұл келмейді. Қиындау. Осыны көрдім, қызықтым. Мына құмсағат, мынаған құмсағат қойсақ, жайлап ағып тұрады да, мынау толып кетеді де, ана форма мынаған көшеді. Қайтарып аударсаң қайта келеді. Осыны ойлап жүрдім. Осыны аударып көрейінші деп. Бірақ енді осы өлеңді мен біраз уақыт айналыстым. Себебі мынадай орыс тілінде сыйғанменен қазақша алу қиын. Бірақ білмеймін, 10 күн жүрдім ба, 15 күн жүрдім ба, осы өлеңді аудардым. Аударып шықтым, Амантай мұны жақсы деп бағалады. Осылай мен осы кітаптағы, біраз осы тарикат кітабындағы біраз өлеңдерді аударғанмын. Ақтөбе газетінде 2011 жылы 22 желтоқсан күні жарияланған мақаласында сұхбат алған екен Индира Өтеміс. Сонда Амантай Шамиловна сұрақ қойыпты, арманыңыз деп. Амантай ақын деген атым қалмаса да мейлі, бірақ артында бір шумақ болса да ел аузынан түспейтін жырым қалса екен дейді. Құрметті Сақтаған Байшы атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының оқырмандары, біздер жас ұрпақ, Нұрлыбек аға, сіз бастап, біз қолдап, осы жыл бойы және әрі қарайда Амантай Шамиловнаның өлеңдерін жырлауға әрқашан дайынбыз. Сау-саламатта болайық, құрметті кітапхана оқырмандары.